Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Pinduodo'ға қалай тіркелу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін Google'ға кіріп, Pinduodo мұны ап деп жазамыз. Осыны жазғаннан кейін, мұны скачать Pinduodo 654 деген ссылканы басамыз. Одан кейін скачать осыны басамыз. Төбесін көтеріп қарасаңыздар, міне Pinduodo приложениесі скачать етіліп жатыр. Скачать етіліп болды. Мой файлға кіреміз. Осыған кірген кезде загрузки. Осының ішіне кірсек, міне осы жерде Pinduodo приложениесі осы жерде тұр. Установить. Подробнeyені басып, все равно установить дегенді басамыз. Мына загрузка, установка жасалып жатыр. Открыть. Енді мына Pinduodo приложениесі ашылды. Енді мына жасыл кнопканы басамыз. Осы жасыл кнопканы басқаннан кейін көк басамыз. Көкті. Енді мына жерде бізде цифр шығып тұрған жоқ. Сол үшін приложениеден полный шығып кетеміз да, қайтадан кіреміз. Приложениеге қайтадан кірген кезімде мына плюс 86 деп тұрды. Яғни бұл Қытай мемлекетінің коды. Төбесінде жоғары жаққа қарасақ, осындай екі иероглиф тұр. Осының екіншісін басамыз. Екіншісін басқан кезде қараңыздар, міне астында плюс 7 дегенді тауып аламыз. Міне плюс 7, міне осы плюс 7-нің үстінен басамыз. Басқаннан кейін ары қарай өзіміздің номерімізді тереміз. Қызыл кнопканы басып, осындай телефонымызға сообщение келеді. 6 сандық код келеді, сообщение болып келеді. Астындағы секунды. Маған 6 сандық код келді. Осы кодты тергеннен кейін Pinduodo приложениесіне автоматты түрде кіріп кететін болады. Осылай автоматты түрде кіретін болады. Бұл Pinduodo сайтынан қалай зат іздейміз, өзімізге керек затты қалай іздейміз. Бірінші фотоаппаратпен іздейміз. Яғни сіздер дүкенге барған кезде бір көйлек қатты ұнап қалатын болса, мұны төбесінде қараңыздар, жоғарыда оң жақта фотоаппараттың суреті бар. Осы фотоаппаратты басатын болсаңыздар, сөйтіп өздеріңіздің галереяңызға кіресіздер. Міне, сөйтіп өздеріңізге ұнаған көйлекті басып, міне осы жерден өздеріңіздің қалаған көйлектеріңізді қалаған бағада ала аласыздар. Енді тағы да зат іздеудің екінші түрі, яғни Google арқылы, міне жоғарыға бірінші Googleға кіріп, перевод жасап аламыз. Переводчик деп жазып, Googleға кіріп, міне переводчик русский, китайский Google дегенді жазып, мысалға свадебное платье деп жазамыз. Сөйтеміз да осыны копировать етіп аламыз. Копировать етіп алып, осыны жаңа Pinduodo'мызға қоямыз. Қойып, мына кез келген бірінші тұрған ссылкасын бассақ, мына қараңыздар, неше түрлі свадебный платьелар шығады. Осының ішінен өзіміз қалауымызша таңдап аламыз.
Тағы да киім іздеудің жолы, үшінші жолы, ол мұны астына қарай төмен түсе беріп, жоғары қарай көтеріп экранды қалаған затымызды осылай таңдап алуға болады. Енді сіздер осы приложениеге қалай тіркелдіңіздер, соны тексереміз. Тіркелдік па? Ол үшін оң жақта, астыңғы жақта смайлик тұр міне. Осы смайликті басамыз. Осы смайликті басқан кезде, қараңыздар, жоғары жақта өздеріңіздің телефон номерлеріңіз тұрады. Бұл Pinduoduo приложениесіне тіркелдіңіз деген. Енді бұл жерде мұны зат таңдау үшін главный бетке кіреміз. Главный бетке кірген кезде мұна жерден түсіп қараймыз. Мысалға маған мынау аяқ киім ұнап қалды. Мен бұны қазір ала алмаймын. Қазір мен алуға мүмкіндігім жоқ. Соны астындағы жүрекшені басып, сол жағындағы астындағы жүрекшені басып, корзинаға сақтап қоямыз. Одан кейін маған мына портмоне ұнап қалды. Оны да осылай жүрекшені басып, корзинаға сақтаймыз. Енді ертең мен осы заттарды қайтадан заказ бергім келсе, мен оны іздеп жатпаймын. Мына оң жақта астындағы смайликті басып, бұл менің өзіміздің бетіміз болады. Яғни жеке кабинет деген сөз. Смайликті басқан кезде шығатын бет. Енді мынау тұрған жүрекшені басамыз. Жүрекшені бассақ, жаңа корзинаға сақтаған заттарымыздың барлығын осы жерден тауып алып, ары қарай заказ бере беретін боламыз. Құрметті көрермендерім, Pinduoduo приложениесі бойынша қандай да сұрақтарыңыз туындаса, комментарий тастап кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.